Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте тез дайындалатын, құрамы кез келген үйден табылатын, песочный ауызда еритін рогаликидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ал ендеше бастайық. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға қатып тұрған сары майымызды видеодағыдай үккіштің көмегімен үгітіп, майда крошка жасайтын боламыз. Сары майыңыз міндетті түрде қатты болу керек, сол кезде сізде песочный тесто шығатын болады. Қазір видеода біздің жасап жатқан әдісіміз біздің тестамыздың өте дәмді песочный болып шығуына әсерін береді. Рецептінің толық нұсқасын төменгі описание бөлімінде жазып қалдырдым, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Мінекей қолдың көмегімен майдалап крошка жасап алғаннан соң, үстінен шекерімізді салып, аздап араластырып, одан соң разрыхителімізді салып, оны да араластыратын боламыз. Бір дана жұмыртқамызды салып, аздап араластырып алғаннан соң, үстінен 3 ас қасық майонезімізді де салып, жақсылап қолға аздап жабысқақтау, жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Майонезді сіздер 20% қаймақпен алмастырсаңыздар да болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жабысқақ қамыр пайда болып жатыр. Егер сіздердің қамырларыңыз қатты жабысқақ болған жағдайда аздап ұн сепсеңіздер де болады. Бірақ ұнды сіздер мөлшерден тыс сеппеңіздер. Міне қамырымыз дайын болды. Енді пакетикке салып, кемі жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Мінекей арада жарты сағат уақыт өтті. Енді қамырымызды ұн себе отырып, мен майда 4 бөлікке бөлетін боламын. Себебі мен рогаликилердің барынша майдалау болып шыққанын қаладым. Ал егер сіздер рогаликилеріңіздің көлемі үлкенде болған қаласаңыздар, қамырды 2 немесе 3 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Енді ұн себе отырып, орташа жұқалау етіп, қамыр жаятын боламыз. Майда бөліктерге бөліп, ішіне мен вареный сгущенка қостым. Сіздер қоспай жасасаңыздар да сондай тәтті болып шығады. Видеодағыдай жан-жағын орап, осылай рогаликилерімізді формамызға шетінен орналастырып отырамыз. Формаға орналастырған рогаликилерімізді үстінен жұмыртқамызды жағып, одан соң шекерімізді сеуіп, алдын ала қызып тұрған 180 градус пешке салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне достар, мен рогаликилерім пісіп шықты. Дәмі сондай тәтті, ауызда ериді. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін, ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнама тіркеліп, комментарий қалдырып, алдағы жаңа рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көру үшін жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз.